Нұрболат, кеңесіңізге рахмет. Бәрі қарапайым, әрі түсінікті болды. Сіздің арқаңызда міне өз үйімде рахаттанып шай ішіп отырмын. Оқас жоқ, Әлия. Мен әрқашан қуаныш сыйлауға дайынмын. Бірақ бұл біздің әңгімеміздің соңы емес. Солай емес пе? Иә, айтпақшы, несиемді мерзімінен бұрын төлей аламын ба? Әрине төлей аласыз. Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрболат, және де бұл ипотека академиясы. Несиені мерзімінен бұрын ерте жаба аламын ба? Бұл біздің клиенттердің несие өтінішін бергеннен кейінгі жиі қойылатын сұрағының бірі. Көбінесе клиенттерді несиені мерзімінен бұрын немесе ішінара өтеу мүмкіндігі туындайды. Ол үшін негізгі шарттардың бірін ескеру қажет. 14 күннен 6 айға дейінгі мерзімде өтеу кезінде сіз өтелген соманың 1% мөлшерінде комиссиясын төлейсіз. Мысалы, қарыз сомасы 5 миллион теңге. Егер клиент 1 миллион ақшаны бірден төлесе, комиссияға 10 мың теңге береді. 14 күнге дейін немесе 6 айдан кейін толық немесе ішінара өтелген жағдайда комиссия алынбайды. Толық немесе ішінара өтеу үшін банк бөлімшелері немесе интернет-банкинг арқылы өтініш бере аласыздар. Сонымен, несие кестесінің аяқталуын күтпей-ақ, несиені мерзімінен бұрын өтеуге бола ма деген сұраққа жауап бердік. Әрине болады. Сонымен қатар, банкке келудің қажеті жоқ. Өйткені мұны сіздің жеке кабинетіңіздегі онлайн форматта жасауға болады. Лайк басып, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі кездескенше!